Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Менің аты жөнім Усенбаева Зухра Алтынбек қызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Онлайн мектепке қош келдіңіздер. Бейнежазбаны көріп болғаннан кейін сіздерге тапсырмалар және үй жұмысын орындауға әдеби эссе жазу тапсырмалары беріледі. Үй жұмысы мен шығарма бойынша кері байланыс нәтижелерін мектептегі пән мұғалімдеріңізге жолдайтын боласыздар. Сонымен сабағымызды бастайық. Бүгін біз Шахмардан Құсайыновтың Томирис драмасы бойынша таныстығымызды жалғастырамыз. Белгілі өнертанушы ғалым Балғынбек Құндақбайұлы сақтың ұлы падишасы Томиристің тұлғасын сахнаға шығару патриоттық сезім мен театрдың суреткерлік ұстанымын айқындай түскен деген пікір білдірген. Томирис трагедиясында сақ патшайымы Томиристің жауынгерлікке толы күрескерлігі арқау болған. Шығармада Томирис ақылына көркі сай нәзік жан, елінің тыныштығы жолында өзін құрбандыққа шала білетін билеуші ғана емес, Спаргапистей ұл өсіріп отырған аяулы ана, күйеуінің жолын тосқан адал жар, түптің түбінде қателіктерге де бой алдыратын қарапайым пенде ретінде суреттелген. Патшалардың патшасы атанған Кир сақ жеріне соқтықпалы жатыр дегенді білгенде, Томиристің елшісімін деп шұғылатын жамылып, патшайым жалғыз барғалы жатқанда жаны тынбай елесте бірге барады. Ақылды патшайым өз елінің 3 түрлі байлығы барын айта келіп, біріншісі шексіз көк аспан, екіншісі шексіз кең дала, үшіншісі жусан деп қураған шөпті ұсынған. Жусан жер қайысқан қалың сақ. Біз көк аспанның астында көз жетпейтін далада еркін өскен елміз. Егер тамырымыз жұлынса, біз де құрып жоқ боламыз. Бізді қол қылмақ тұрмақ, тұяқ астында таптайтын тәкаппар жұртпыз. Патшалардың патшасы, саған қураған шөп қаншалықты қажет, дейді Томирис шұғыла. Әйел біткеннің көркі Томирис Кирдің жүрегін ақыл айласымен жаулап алғанымен, өзі де Кирге ғашық болып қалған еді. Драматургтың жетістігі патшайымды ет пен сүйектен жаралған етіп көрсетуі. Себебі ол өмір бойы ат үстінде жүрген жаужүрек болғанымен, шыңдап келгенде ол да өзге әйелдер секілді жар құшағында еркелегісі келетін табиғаты нәзік жар. Ал енді біз бүгінгі сабақта кейіпкердің бойында жинақталған дара қасиеттерді анықтаймыз және шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметіне қарай талдайтын боламыз. Ендеше тапсырмаға назар аударыңыздар. Бірінші тапсырма: Томирис драмасындағы кейіпкерлерге тән ерекшеліктерді анықтаңыз. Кейіпкерлер Томирис, Спаргапис және Кир. Сіздер осы кейіпкерлердің бойындағы ерекшеліктерін, өмірлік ұстанымдарын, өмірлік мақсаттарын анықтайсыздар. Бұл тапсырманы орындауда жасайтын қадамдарыңыз: кейіпкерлердің өздеріне тән ерекшеліктерін анықтайсыздар, өмірлік мақсаттарын көрсетесіздер, ұстанымдарын көрсетесіздер. Ал ендеше сіздердің жауаптарыңыз дайын болса, экрандағы жауап нұсқасымен салыстырып көріңіздер. Томирис әйел заты болса да, жауынан қорықпайтын батыл болған, соғыс өнерін жетік меңгерген, садақ атудың хас шебері, ел басқару ісінің қыр-сырларын жақсы игерген сақ патшасы. Өмірлік мақсаты ел мен жердің тағдыры сынға түскенде, беліне 5 қаруды асынып, елі мен жері үшін жанкешті ерлік көрсету. Ұстанымы әке аманатын бұлжытпай орындау. Спаргапис қайсар жігіт, ер жүрек. Өмірлік мақсаты дай патшалығының тағын алу, таққа отыру. Ұстанымы билікке ұмтылу. Кир әлемнің 4 бұрышының билеушісі және патшалардың патшасы атанған, қаскөйлік пен қайырымнан жоғары тұрған жан. Оның өмірлік мақсаты массагеттер патшалығын иемдену. Ұстанымы
тайпаның игі жақсылары мен жайсандарына қызмет ету. Екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Екінші тапсырманы орындау үшін сіздер бейне тақтадағы бейне жазбаға көңіл аударыңыздар. О, қасиетті көк аспан, жер ананы жараттың, жараттың да тіршілікті жайнаттың. Жұлдызбен тілдескен тау, жусанды жазира, жағасы жайсаң дәрия, бәрі де сенің рахымың. Дүние ғажап, дүниеде бәрінің де орны бар. Тек адамды неге жібердің? Жібердің де махаббат сезімін сыйладың. Махаббат тек Тәңірге ғана тән еді ғой. Махаббат адам үшін азап, арсыздық, ажал. Ол аз болғандай оқуды үйреттің, жазуды үйреттің, мақтануды да үйреттің, ақталуды да үйреттің. Енді келіп, табиғаттың түмін өзгертіп, өздерінше өмір құрып жатыр. Оның қақпасы да көп, қақпаны да көп, тіршілікті жалмайтын өрті де көп. Тірісінен өлісі көп. О қасиетті көк аспан, адамның ақыл есін қайтарып ал. Мақұлықша ғұмыр кешіп, малмен бірге күйіс қайырсын. Әлі де кеш емес. Жер ананың бар қызығы семген жоқ. Көркі таз болмай тұрғанда, тазалығы саз болмай тұрғанда. Тоқтат! Жақсы. Ал енді сіздерге мына кестені толтыруды ұсынып отырмын. Қай көркемдегіш құралдың түрі қандай қызмет атқарып тұр? Кестемен жұмыс жасау барысында сіздердің атқаратын қадамдарыңыз көркемдегіш құралдардың түрін көрсетесіздер, қызметін анықтайтын боласыздар. Жұмыстарыңыз орындалып болса, менің жауап нұсқаммен салыстырып көріңіздер. Мұнда қай көркемдегіш құралдың түрі дегенде арнау қолданған, ей қасиетті көк аспан, жер ананы жараттың деген сияқты. Сыртқы монолог қолданған, сыртқы монолог түгелімен осы ұсынылған мәтін, кейіптеу қолданылған, кейіптеу тәсілі, теңеу, мақұлықша, метонимия, жақсылар мен жайсаңдар, және эпитеттің түрлері қолданылған. Қандай қызмет атқарып тұр дегенде, мен кестеге атқаратын қызметін де көрсетіп қойдым. Өз жауап нұсқаларыңызбен салыстырып көріңіздер. Ал енді, құрметті оқушылар, осы шығарма бойынша біз кері байланыс жасап жіберейік. Томиристің ерлігі қазіргі қазақ қызының бойынан табыла ма? Шығармадан ұлттық намыстың белгісі деп нені таныр едіңіз? Шығармада атамекенге сүйіспеншілік, ел қорғау көріністері қалай суреттелді? Шығарманың тәрбиелік маңызы қандай? Үй тапсырмасы. Томирис драмасы тарихымыздың бастауын бейнелейтін рухани шығарма тақырыбында әдеби эссе жазасыздар. Сөз саны 80-100. Әдеби эссені жазу үшін ұсынылып отырған қадамдар. Әдеби эссе жазасыздар, тақырыпты ашасыздар, жалпы адамзаттық құндылық тұрғысынан талдайсыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.